Аса қамқор, ерекше мейірімді Аллахтың атымен. Есімім Садыбай Берікбол, Алматы қаласының тұрғынымын. Әуелі саяси реформа туралы қысқа нұсқа рұқсат болса. Біз білетіндей, Араб әмірліктерінің ішіндегі Дубай әмірлігі айына 10 миллион тонна мұнай қазып, сондай дәулетті тұрады. Ал ендеше Қазақстанда 3 облыс жылына 90 миллион тонна мұнай қазып сатса, қалайша біздің азаматтар бұндай бай жерде сүргідей болып жүр? Әрбір қазақстандық Қазақстанда дәулетті бай болу керек. Ал ол үшін саяси реформа қажет. Саяси реформа дегеніміз не? Біздерге ең әуелі Конституциядан президент деген лауазымды жойып, парламенттік жүйе орнықтыру керек. Сонда ғана қандай да бір әділдік, тепе-теңдік болуы мүмкін. Біздерге диктаторлар қажет емес. Қашан президент лауазымы болатын болса, ол тіпті жақсы адам болса, уақыт өте келе билікке құнығып, диктаторға айналады. Сондықтан президент лауазымын Конституциядан жоюды барша қазақстандық болып талап етуіміз керек. Сонда ғана өзгеріс болады. Басқаша қандай да бір өзгерістің болуы еш мүмкін емес. Енді мұнда келіп отқан азаматтардың барлығы аз-маз болса саясаттан хабары бар. Енді бұл үндеуімді мен үйде отырып телевизордан, диванда отырып көріп жатқан азаматтарымызға жолдаймын. Ақмақ болмаңыздар да, халыққа алаңға шығып, халықпен бірге болыңыздар. Өйткені қылмысты тоқтатпау, ол қылмыс. Егер де әрбір қазақстандық көшеге бейбіт шеруге шыққанда еді, бұрындағы өзгеріс болатын еді. Сондықтан қорқақ болмаңыздар да, ер болыңыздар. Енді қысқаша саяси қудалау туралы. Біз баршамыз білеміз, соңғы уақытта Асхат Жексебаев, Қайрат Қылышев, Абай Бегімбетов ағаларымызды еш жазықсыз, тек шындықты айтып шырылдаған үшін ғана темір торға тоқтап тастады. Олардың еш қылмысы жоқ. Енді қысқаша рұқсат болса, Әсет Әбішев, Алмат Жұмағұлов, Серік Әбішев, олардың ешқайсы қылмыс жасаған жоқ. Ал енді халқым, сіз соларды білесіз ба? Қайдағы бір халықты ұятсыздықпен, арсыздыққа сүйреп жүрген жұлдыздарды білмей, сіздер осыларды білулеріңіз керек. Осы азаматтарымызды. Егер де баршамыз қазақстандық болып, осы елім жерім деп шырылдаған азаматтарымыздың сөзін сөйлеп алаңға шыққанда едік, олар бұрында шығатын еді түрмеден. Жасасын Қазақстан, жасасын қазақ елі, алға Қазақстан. Халқым, шығыңыздар.